Сәлеметсіздер ме? Бүгін менің оянуым туралы, немесе орысша айтқан кезде пробуждением туралы айтқым келіп тұр. Мен 2025 жыл, яғни 17 сәуір күні 33-ке толдым. Жүрегімде сондай бір ниет туды, туған күнімді шет мемлекетте, басқа қалада қарсы алатыным туралы. Ең бірінші таңдауым Стамбулға түсті. Сол Стамбулға ұшып барған күні адамдарды көрген кезде мынандай бір сезім келді. Біз адамдар бәріміз бір үлкен системамыз. Орысша айтқанда я есть ты, он есть я. Біз адамның айнасы туралы өте көп естиміз. Яғни мен көрген адам ол мен, ал мені көрген адам ол мен. Сонда біз үлкен пространствода үлкен бір система болып келеміз. Сосын дін туралы сұрақтар туа бастады. Мен өзім мұсылманмын, бірақ қазір мен ойымша дін ол адамды басқару үшін жаралған сияқты. Сияқты емес, соған кәмілім бар, сенемін. Өйткені байқасаңыздар, дін бір шектеу қояды адам үшін. Ал мен ол шектеуде өмір сүргім келмейді, және де қазір басқа жолды таңдаймын. Мен үшін адамдардың бәрі бір. Ұлт жоқ, дін жоқ, бәріміз бірдейміз. Алла тағала, Құдай, Вселенная бізді бәрімізді бірдей жақсы көреді. Стамбулда ең бірінші инсайтым сол болды. Ал екінші инсайт, мен туған күнімді негізінен паркте қарсы алам деп ойлағам, бірақ паркке емес, туған күнім болатын күні 16-сынан 17 сәуір күні түскен күні мен түнде видео көрем. Бір қыз Святой Георгий деген шіркеуге барып, әкесінің рактан жазылғаны туралы айтады. Сол кезде ол Стамбулдан, яғни остров бар екен, Принцевый острова, сол жерде сол Святой Георгийдің шіркеуі бар екен. Соны мен бостан-босқа көрмедім, бұны маған Вселенная, Құдай немесе Творец жолдап тұр ғой деп, туған күнімді сояқта қарсы алуға шештім. Өз жолымен автобусқа отырып, сосын ары қарай паромға отырып, 2 сағаттай сол островқа бардым. Қасымда анам болды әрине, бірақ анам ренжіді. Сен не үшін мені орыстардың шіркеуіне апара жатсың деп. Мен бірақ мамам айттым, мам, бүгін менің туылған күнім ғой, менің бір өтінішімді тыңдап, менімен бірге барыңызшы деп. Солай екеуміз, мамам екеуміз 2 километр шіркеуге көтерілу үшін таудан көтерілу керексің. Мындай қисық жолдар, көтерілу өте қиын болды, бірақ алдымыздан біздің ит шықты. Анау ит бір тіпті мені бір күтіп тұрған ит сияқты болды да, сол ит сол тауға шейін көтерілді ғой менімен бірге. Сол мама айтады, мынау сені күтіп тұрған шығар дейді, сосын иә мам, бұл мені күтіп тұр деп. Сол шіркеуге көтерілгеннен кейін мен бір мынандай тастың қасына жақындадым. Сол кезде есіме түсті, мен бұл жерде болғанмын. Жүрегінде бар ғой, оның алдында түс көрген мен. Негізінен біздің жанымыз перерождается. Душа наша несколько раз приходит, да, опыт получить. И солай мен бұл жерде болғаным туралы, мен бұл жерде адамдарды емдегенім туралы есіме түсе бастады. Сол кезде көзімнен жас ағып, сондай бір күшті сезімде болдым. Сосын Стамбулдан қайтатын күні жер сілкінісі болды. Өйткені мен ол жерде өте көп сущностьтарды көрдім, өте көп неше түрлі рептилияларды көре бастадым. 2 күн бойы мен ұйықтаған жоқпын, тамақ та жеген жоқ. Мамам шошып кетті, бірақ тамақ жемесем де мен энергиям өте жоғары болып жүрді ол жерде. Бірақ та басқа сущностьтар, басқа мынау әлемден бар ғой, солар мені көріп сол жерде
мен өзімнің энергиямды сойға жібере бастаған кезде олар маған нападать ете бастады. Бірақ та мен ойлаймын, Құдай және менің періштелерім қасымда ылғи мені қорғап жүреді. Сол мезеттен бастап өмірімде көп өзгерістер бастала бастады. Өз жолымды таптым. Енді үшінші бөлімді алла бұйыртса 2-3 күннен кейін айтамын.